Сәлем қыздар, егерде үйде қалып кеткен творог болса, оны тастамаңыздар. Осындай песочный тестіден сочник дайындауға кеңес беремін. Алдымен қаймағымызды, үстінен шым-шым тұзымызды, ванилиян қосамыз. Және жұмыртқаның сарысын, қантымызды қосып, венчиктің көмегімен осылай араластыратын боламыз. Мен бөлме температурасында сары майымызды ертіп дайындап қойдым. Енді оны үстінен саламыз. Тағы да араластыратын боламыз. Ұнымызды да електен өткіземіз. Міндетті түрде, өткені електен өтсе, үлпілдеп ұнымыз көтеріліп шығатын болады. Ұнымыздың үстінен бір шай қасық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Енді ұнымызды салып, оны лопатканың көмегімен араластырамыз. Біркелкі болып араласқаннан кейін ары қарата өзіміз қолмен илейміз қамырды. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шықты. Енді бұны салфан мешокқа салып, холодильникке салып қоямыз 15 минутқа. Енді ол 15 минут тұрғанға дейін ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. 2 жұмыртқаның ағын үстінен ванилин салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Бізде аппақ көпіршік масса пайда болады. Ол ыдысымыздан түсіп кетпеу керек. Сол кезде оның дайын болғанын білетін боламыз. Тек қана жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлгенде мұқият болыңыздар. Кішкене сарысы кетіп қалса да, ол көпірмей қалады белогымыз. Міне бізде дайын болған массаны творогымыздың үстінен саламыз және лопатканың көмегімен араластырамыз. Дайын болған начинкамызды бір шетке қойып қоямыз. Енді холодильниктен шыққан тестімізді 2 бөлікке бөлеміз. Және оқтаудың көмегімен ысатын боламыз. Орташа қалыңдықта болу керек. Мықты қалыңда, мықты жұқада болып кетпесін. Міне осындай қалыңдықта болады. Енді өздеріңізге ыңғайлы формамен осылай домалақ пішінде кесіп алатын боламыз. Осылай дайын болған қамырымызды жайып барлығын үстінен начинкамызды саламыз. Начинкамыз қатты толып кетпеу керек, әйтпесе барлығы ағып кетеді. Енді осылай 2-ге қайырамыз. Енді бұларды формаға салмай тұрып, тек қана 2 шетін ғана осылай басып шығамыз. Бұл ашылып кетпеу үшін. Пергамент қағаз төсеп, осылай формамызға салып, барлығын орналастырып шығамыз. Манағы 2 жұмыртқаның бір сарысы қалды. Міне осылай бетіне жағып шығамыз. Бұған сүт қоссаңыздар да болады. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Менде көптеген рецепттермен дайындап көрдім, бірақ маған осы рецептпен дайындаған ұнады. Енді бұны пешке салып, беті қызарғанға дейін қалдырамыз. Міне бізде тестіміз осылай көтеріледі, қараңыздар. Сочнигіміз дайын болды. Бетінен қант ұнтағын сепсеңіздер де өте әдем көрінеді. Міне бізде сочнигіміз осылай пісті. Өте жұмсақ, дәмді песочный тесто жасап көріңіздер. Ас болсын.